Ең оңай әрі тез жасалынатын Наполеон тортын дайындаймыз. Ол үшін бізге 10 жұмыртқа, сары май, ұн және де қопсытқыш қажет болады. Барлығы да бөлме температурасында болу қажет. Сары уыз бен ақ уызды бөліп аламыз. Бізге қажетті тек қана сары уыз. Оған сары майды араластырамыз. Біркелкі етіп. Біркелкі араластырып болған соң, ұнымызға кішкене жарты қасық қопсытқыш қосып араластырамыз. Дайын болған ұнымызды аз-аздан сары уымызға араластырып отыра, біркелкі етіп қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз бірдей етіп. Қамырды дөңгелетіп, бірдей бір формаға келтіреміз. Менде небәрі 8 ғана бөлік шықты. Ол диаметрі 26 сантиметрде етіп дайындаймын. Ал егерде сіз өздеріңіз кішкене ғана торт жасайым десеңіздер, кішкене формасын кішірейтіп жасасаңыздар болады. Бөліктерді бір шетке қойып, пергамент қағазын аламыз. Пергамент қағазының үстіне кішкене ұн себеміз, жабыспау үшін. Бөлігімізді алып, қамырымызды алып, дөңгелек етіп жаямыз. Дайын болған қамырды біркелкі болу үшін формамызбен кішкене дөңгелек етіп кесіп алып дайындаймыз. Дайын болған формаларды пешке саламыз. Ал енді торттың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қойытылған сүт және сары май қажет болады. Менде Три желанияның қойытылған сүті, ол өте қою әрі дәмді болады. Пештен дайын болған қамырымызды алып, шетіндегі керек емес бөліктерін алып тастаймыз. Ыдысымызға қамырымызды қойып, оның үстіне салмасын жағамыз. Келесі қамырлардың да шеттегі бөліктерін алып, осылай қайталаймыз. Шетіндегі бөліктерді бөлек алып, оны майдалап, қазір бетіне себетін боламыз. Міне дайын болған майда түйіршіктерін алып, бетіне себелеп, әдемілейміз. Немесе өздеріңіз қалағандарыңызша жоғарғы бөлігін әсемдеп жасасаңыздар болады. Дайын болған тортымызды тоңазытқышта 2-3 сағат ұстап, сосын барып дастарханға қойсаңыздар болады.